2024 жылдың есігін шулатып жатқан кальмар ойынның екінші маусымы бүкіл интернетті шулатқаны өтірік емес. Сонымен қатыгез ойынның бізге дайындаған сыйлығы қандай? Бұл шығарылымда спойлер жасап қоймаймыз, себебі әр көрерменге деген сыйластығымыз жоғары деп біліңіз. Тек маңызды деген ақпараттарға шолу десек те болады. Ал экранға жақынырақ отырыңыз, себебі қызықтың бәрі әлі алда. Маусымның басы біз қалағандай біркелкі болған жоқ. Бүгін біз авторлардың нені жақсарта алғанын және керісінше қай жерде дұрыс жасамағанын талдайтын боламыз. Арнаға тіркелмесеңіз, жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, ал біз жалғастырамыз. Әрине, кальмар ойынның екінші маусымы биылғы жылдың ең күтілген және талқыланатын жобаның бірі болды. 2021 жылы сериал қысқа мерзімде жалпыға бірдей танылған әлемдік жаңалыққа айналды. Бұл авторларға қатты қысым жасады, себебі өз аудиториясының алдында ұятқа түсіп қалмас үшін және екінші маусым шыққаннан кейін көрермендердің пікірлері екіге бөлінгенін айту керек. Егер сіз көрсеткіштерге жүгініп екі маусымның рейтингтерін салыстырсаңыз, онда жобаның жалғасы әлі де батып бара жатқаны көрінеді. Егер дебюттік маусым өте жақсы өтсе, көрермендер 95% деңгейінде жоғары бағалады. Ал екінші маусымды 86%-ға дейін бағалағанын аңғарамыз. Бірақ сюжетке мұқият қараған кезде, авторлар өте қисынды жолмен жүреді. Оны алдағы уақытта байқайтын боласыз. Негізінде кальмар ойыны бұл нағыз әлемдік құбылыс. Бірінші маусым көптеген жанкүйерлерді жинай отырып, ақыры соңы оларға табынушылыққа дейін апарғанда болып тұр. Ал сюжет осыдан дәл 3 жыл бұрын аяқталған жерден басталады. Екінші маусымда Ки-хунның оқиғасын жалғастырады. Ол қайткенде де ойынды ұйымдастырушылар мен олардың бастықтарын тауып, көздерін жойғысы келеді. Тіпті ол бұрын өзі өткен ойын алаңында тауып сол жерге аттануға шешім қабылдады. Трейлерде көргеніміздей бұл үшін ол тірі қалған және мақсаттары бір детектив Джун-хомен бірігеді. Ал ойын аренасы басқа жақта өткізілетін болып шығады. Онда ойын ережесі өзгеріп, тіпті бірінші маусымдағы барлық кейіпкерлердің тірі қалмағанын ескере отырып, жаңа маусымға жаңа кейіпкерлерді көретініңізге дайын болыңыз. Алғашқы ойындарда жаңа кейіпкерлердің бір-біріне мүлде ұқсамайтыны таң қалдырады. Қазіргі тенденцияларға сәйкес біз ютуберді, криптовалютамен айналысатын кейіпкерді де, сондай-ақ рэперді ойын барысында байқайтын боласыз. Тіпті анасы мен баласы да өз қиындықтарын шешу үшін осында жүреді. Үлкен ақша тапқысы келетін жүкті қызбен қатар басқа да кейіпкерлерді көретін боламыз. Екінші маусым 7 сериямен аяқталады. Бұрынғыдай 9 бөлімді күтіп отырмаңыз. Уақыттың тапшы болуына орай барлық кейіпкерлерге көрермендер үйреніп аяушылық таныту үлгермейді. Сонымен қатар араларында бір кейіпкер сюжетке тұздық болып тұрады, және де ол бізді илнамға апаратын болады. Бірақ біз оған сәл кейінірек оралатын боламыз. Бірінші маусымдағыдай кальмар ойыны әлеуметтік теңсіздіктер мен әртүрлі популяциялардағы батырлар арқылы және олардың проблемалары арқылы тақырыпты қозғайды. Сонымен қатар ойын арқылы қатаң иерархияны да көрсетіп, бай көрермендер шыңға шығып тұрғанда, төменде қатысушылар бір-бірімен күресуге мәжбүр болады. Дегенмен VIP классындағы персонаждар сюжеттік тарихта мүлдем жоқ десек те болады. Дәлірек айтса, олар ойындардың артында тұрған гипотетикалық қауіп ретінде айтылады. Бірақ егер біз оларды бұрын көрген болсақ, онда қазір әңгімеде өз орындарын таппады деп біліңіз. Сюжеттен бізге Ки-хун мен фронтменнің жеке қарсыласуы сияқты сезіледі. Айтпақшы, соңғысы бізге кейіпкер ретінде өте жақсы ашылады. Оның тарихы, мотивтері туралы көбірек айтып берді және оған бірнеше есе көп уақыт берді. Егер ол көрермендердің қызығушылығымен сүйіктісіне айналса да біз таң қалмаушы едік. Себебі оның сюжеттік желісі екінші маусымның ең қызықты бөлігі болып көрінеді және де оның ашылуына қаншалықты көңіл бөлінетінін ескере отырып, болашақта соған байланысты күтпеген сюжеттік бұрылыстар, түрлі оқиғаларды күтетін боламыз. Тіпті оның сериалдың финалында кімнің жағына өтетіні де әлі белгісіз. Жалпы алғанда оқиғаның орта жағында әділеттілік идеясының экстремалды жағдайда қалай бұрмалануы мүмкін екендігі туралы көкейде түрлі сұрақтар қалдырады. Ки-хунның алдында әділетсіздікті жоюға деген талпынысы мен жүздеген қатысушылардың өмірі тұрғаннан кейін, оның әрбір қадамы үлкен жауапкершілікке тұрды. Себебі басқаларға көмектесуге деген ұмтылысы ауыр салмаққа айналады. Осыдан сериалдағы бұл кейіпкердің мінезін қалай өзгертетінін көрсетеді. Сонымен қатар екінші маусым дұрыс нәрсе үшін күрестің жойқын болуы керек екенін көрсетеді. Өйткені жауапкершілік бір адамға жүктелсе, барлық назарды өзіне алады деген сөз. Сондықтан Ки-хун басқаларды құтқару мен өзінің адамгершілігін сақтау арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мәжбүр болады.
Бұл оны жасау жолында анағұрлым драмалық және қайғылы сәттерден өтеді. Және де бұл екінші маусымнан бірінші маусымнан ерекшелендіретін бірде-бір көрінісі. Мына ойындар өмірді құтқаруға және моральға жол беріп басты құндылықтарды көрсетіп, өзі екінші орынға түскендігін көрсетеді. Сериалдың жаңалығы күтпеген бұрылыстар мен теңсіздік туралы, сонымен қатар әлеуметтік жағдайларды назарға алып жоғары деңгейге көтеріледі. Осы екінші маусымда осы сұрақтарға тереңірек үңіліп кейіпкерлер арасында жаңа динамика қосады. Бірақ көптеген адамдар үшін бұл ұнамай, басқа дүниелерді күткен соң ба өз бағасын түсіріп беріп жатады. Негізінде детективтің оқиғасы мүлдем түсініксіз болып шығады. Ол қандай да бір себептермен артқы фонда жүреді. Дегенмен оның айналасындағы кейіпкерлердің бірі ашумен сюжеттік бұрылыс жасап, ақыр соңында белгілі бір арнаға әкеледі. Сюжет бойынша күзетшілер мен қатысушылар арасында болып жатқан түсініспеушіліктер мен қақтығыстар ашық көрсетіле бермейді. Айта кетсек, музыка таңдауы да бәріне ұнамауы мүмкін. Өйткені кейбір сәттерде тым орынсыз болып жатқан оқиғалардың күлкілі түрін жасайды. Дегенмен әркімнің талғамы әртүрлі болғанына байланысты ол жайлы қатты сөкпейміз. Бұл да екінші маусымның ерекшелігі болып табылады. Сонымен қатар жобаның бірінші маусымы пандемия уақытына тұс келгендіктен көрермендерге бұл жаңа формат болып келді. Ал енді екінші маусымда көрермендер дәл осындай жаңалық күтіп, әсеріне көңілі толмай жатады. Тағы да айтайын, бұл жаңалықты қайта жаңарта алмайды. Қазір авторларға берілген негізгі міндет осы оқиғаны сапалы әрі әдемі етіп аяқтау болатын. Сондықтан мен қорғау ретінде кальмар ойыны негізгі тақырыптарды сақтап және жаңа сюжеттер мен кейіпкерлердің оқиғасын қызықты етіп келеді. Және бұл сериал көрермендердің жүрегінде мәңгі сапалы жоба болып қала береді. Сюжетті дамыту тұрғысынан барынша қисынды түрде жасағанымен бұл жаңашыл емес болып жатыр. Ал бұл тұрғыдан кейбіреулерге ұнамауы мүмкін. Арнаға тіркелмесеңіз тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі алда талай шығарылымдармен қуантатын боламын. Ойындардың форматы өз стилінде аяусыз әрі қанның көп төгілуі бұл маусымда да сақталады. Ал Кихунның үшінші маусымда қатысатынын растағаннан кейін бізге оның сюжетте өз орны бар екендігі түсінікті. Екінші жағынан мотивтерін біз алдын ала білетін және уақытынан бұрын өлуі екі талай басқа ойыншылардың қатысуы бізге авторлардың күтпеген сыйлықтар жасап отқандығы қызықтырады. Ал енді біз кейбір сюжеттік оқиғаларды талқылайтын болсақ, сериалдың ең қызықты жерде тоқтағаннан бастайық. Маған ұнамағаны келесі маусымды үшінші емес екінші маусымның екінші бөлімі деп атаған дұрыс болар еді. Өйткені бізге белгілі нүктеге жеткіздік деп аяқтаған да жоқ. Жалғасын күтіңіздер деп бітірді. Кейін фронтменнің жүгіруі сонымен бірге сюжет сөзбе-сөз үзілді деп көрсетті. Бұл көріністен кейін үшінші маусымда сюжет тұрғысынан тағы бірнеше жыл күтпейтініміз қуантады. Себебі келесі жылы жаз айларында шығады деп уәде берген болатын. Соңғы сериясында бізге капитан Пактың бастапқыда Джунхомен одақтас ретінде таныстырылғанын көрсетті. Бірақ бұл таза сатқын болып шығады. Оқиғада оның қос ойынын ашып және белгілі болғандай фронтмен оны бақылап отыруға жалдағаны көрсетеді. Себебі детектив құлағаннан кейін аман қалып кетеді. Егер бұл сәт сізге бір түрлі болып көрінсе, онда ол бірнеше сюжеттік нюанстарды түсіндіру үшін қажет болған екен. Біріншіден, Кихун ойындарға жүйені бұзу үшін өз еркімен оралады. Ол жүйенің ішіне алдын ала бақылау құрылғысын орнатып, кейін бақылап отырған болып шығады. Екіншіден, детектив Джунхо жартастан құлағаннан кейін оның өмірін сақтап қалған капитан ағасы деп біледі. Бірақ қазір бұл ойдың қисынды екені сезіледі. Және капитан оның аралға оралуына жол бермеу үшін арнайы жалданғаны бізге мәлім болады. Сондықтан майдангер ойын өткізгісі келді. Ал екінші жағынан бұл қимылда ағасының қамқорлығы байқалады. Негізінде сценарийда Инхоға баса назар аударғаны кездейсоқ емес сияқты. Себебі ол жүкті қатысушыны үнемі өз қамқорлығында ұстап жүрді. Ал бұл оның үшінші маусымдағы шешімдеріне әсер етуі мүмкін деп білеміз. Айтпақшы, 001 нөмірмен белгілі шал мен Илнамоны Кихуннан басқасының бәрі бағалаған сияқты. Осы уақыт ішінде оның қасында кім болғанын, кім қараңғыда қалдырып кеткені де бұл сериалдың қайталануы мүмкін екенін көрсетеді. Бара-бара әрбір қадам қызықты болып келеді, өйткені осылайша біз басты зұлыммен жақынырақ таныса аламыз. Тағы бір ренжіткені бізге бұл жұмбақ кейіпкерді жан-жағынан ашып көрсетпеуі болды. Оны идеалист ретінде көрсетіп қана қоймай, бізге қызықты түрде ашуға болар еді. Дегенмен де, кез келген жағдайда кальмар ойынның жалғасы сәтсіз шықты деп айта алмаймыз. Ол бірінші маусымның сәттілігін қайталай алмады, бірақ бұл бәрібір біздің жүрегімізде ерекше орын алған сапалы жобалардың бірі болып қалмақ. Меніңше авторларға сериалды 3 маусымға бөлудің қажеті жоқ еді. Оның орнына толыққанды 2 маусым етіп шығарып, осыған тоқталу керек еді. Ал оқиғаны тағы бір жылға созып тәтті туындыны бұзып алмаса болғаны.
Ал сіз барлық серияларды толығымен көрдіңіз бе? Екінші маусымдағы әсерлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Енді авторлар жалғасын қалай ұштастырмақ? Пікір алаңына жаза кетіңіз.